Ассалаумағалейкум, құрметті Нарышка ауылының тұрғындары. Баршаңызды осы Харекет қайырымдылық қорының атынан Құрбан айт мерекемізбен шын жүректен құттықтаймыз. Осы Құрбан айт мерекемізге арнайы республикамыз бойынша 3 баспана табысталмақ болды. Соның 3-ші баспанасы Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Таринскийдан жалғыз басты 5 балалы әкеге табыс етеміз. Мен балама осындай пәтер беріп жатыр дегенде, менің мына төбем көкке жетіп айтарға сөз депай, айтатын тілектерімді айта алмай толқып тұрмын, енді оған кешірерсіңдер. Мына айттарыңда, естеріңде құтты болсын, қабыл болсын. Замандарың тыныш болып, аспандарың ашық болсын. Алла қазағымызға денсаулық, бақытты, баянды өмір берсін, ырысты несібе берсін. Осы Харекет қорының ұжымына барлығына алғысын, көп рахмет.